бір атамыз костюм шалбар сататын дүкенге барды. Сол костюм шалбар сататын жерге барса, алдынан жас қыз шығып, "Я ата, қандай не аласыз?" десе, атамыз тұрып, "Қызым, маған екі бірдей костюм шалбар берші" деген ғой. Ана қыз тұрып, "Ата, екі бірдей костюм шалбар не қыласыз? Одан біреуін ала салсаңызшы, үлкен кісісіз, ешқайда бармайсыз" деген ғой. Сол атамыз тұрып, Қызым, оның біреуін өзім әкеме алып жатырмын" деген ғой. Ана қыз ана атаға қарап шок болып қалған ғой. "Өзіңіз осындай жастасыз, еще әкеңіз бар ма?" деп шок болып тұрса, ана атамыз тұрып, негізі бұл костюм шалбарларды алмайтын едім, просто атамыз үйленейін деп жатыр" деген ғой. Ана қыз вообще шок болып сөйлей алмай қалған ғой жерде. Сонда атасы бар ма, сонда әкесінің әкесі бар ма деп шок болып тұрса, негізі атамыз да үйленбейтін еді, әкесі үйлен деп қоймай қойды деп айтады. Белгісіз бір елде карантин жарияланыпты. Сол карантин жарияланып, жұқпалы аурулар пайда болып, сол елде үкіметтер жұмыстарын тоқтатып, бизнестерді тоқтатып, халқына үйде отырыңдар деп бұйрық беріпті. Сол үкімет біраз халқына жеңілдік болсын деп, сол елдің әрбір азаматына 42.500 теңге үкіметтің атынан алуға рұқсат етті. Сол қарапайым халық бар, мұқтаж жандар бар, артық кетпегендер бар, бәрі барып, мәз болып 42.500 теңге алып жатса, сол елде бір жол болмайтын біреу тұрады екен. Сол жігіт барып 42.500 теңге алайын десе, анда барып сұрайды, отказ, мында барып сұрайды, отказ, 2000 теңгесін төлейді, отказ, 1300 теңгесін төлейді, отказ. Аналарға қарап іші ашып кеткен. Жақындар алып жатыр, достар алып жатыр, таныстар алып жатыр. Аналарға қарап іші ашып жүрген кезде, сөйтіп күндердің күнінде карантин бітеді, жұмыстар басталады, бизнестер басталады, бәрі жақсарып келе жатқан кезде бір кезде үкімет тұрып халықты өзінен өзі шетінен соттап жатыр дейді, ұстап алып. 42.500 теңге неге аласың, 42.500 теңге неге аласың деп беріп алып шетінен соттап жатыр екен. Сол кезде ана жол болмайтын жігіт сотталып жатқандарға қарап тұрып,